Сәлем достар, сіздермен болған Жылзайтока World арнасы. Достар, бұл бізде новый серия, тақырыбы асыранды қыз бірінші білім. Сіздерге осы сериал ұнайды деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчик кетіңіздер. Достар, мен сіздерді қатырақ жақсы көремін. Мені қолдап жүргендеріңізге көп рахметімді айтамын. Ал ендеше сериямызды бастаймыз. Кеттік. Мінекей мынау біздің үй. Және де бұл да сенің үйің. Вау, менің үйім өте әдемі екен. Ерекше ғой. Қазір үйді Айсезім таныстырып шығатын болады. Ал ол кім? Сіздердің қыздарыңыз бар ма? Әрине бар. Ал сен енді біздің екінші қызымызсың. Ол енді сенен үлкен. Яғни ол сенің әпкең. Жарай ма? Оның айтқанын тыңдап жүр. Жарайды, менің бауырым болғанына қатты қуанамын. Айсезім, келе ғой. Той неге шақырып ала береді? Осындай кезде бірінші істеп атсам болды, шақырып ала беретші. Жарайды, барайыншы. Не айтады екен? Ендеше кеттім. Айсезім, келе ғой. Келіп тұр қой. Мынау кім? Бұл сенің сіңілің. Не, мынау менің бауырым ба? Сендер сонда асырап алдыңдар ма? Бұл менің бауырым емес. Маған асыранды қыз керек емес. Кеттіңдерші, менімен ақылдаспайсыңдар ма? Жоқ, оған мән бермей-ақ қой. Жарайды. Ендеше мен өзім таныса берейін. Жоқ, жүр, мен өзім таныстырамын. Ал сен барып шай іше бер, шайынды дайындап қойғанмын. Жарайды, ендеше мен кеттім. Жүре ғой, мен саған таныстырып шығайын. Неге асырап алған? Жарайды, олардың қыздары жоқ болса асырап алуға болады. Бірақ мен бармын ғой. Неге менімен ақылдаспайды екен? Өздері ақ шеше береді. Сонда мен олардың қызы емеспін бе? Мен де отбасыда адаммын ғой. Неге менімен ақылдаспайды? Соған нервім келіп отыр. Ана асырандыны жеп көрем. Мінекей, бұл біздің үйіміз. Енді саған ұнады деп ойлаймын. Әрине, маған барлығы үй ұнады, өте күшті екен. Ал бірақ бір мәселе болып тұр. Ол қандай мәселе? Енді сен жаңадан келіп жатырсың ғой, сол үшін саған комната жоқ. Ал сен басында келсең, біз саған әдемі комната салып беретін едік. Ал бірақ қазір комната жоқ. Кейін новый үйге көшкенде саған әдемі қылып комната жасап береміз. Жоқ, уайымдамаңыз. Енді сен балконға жата тұр. Енді қазір жаз ғой, қыс емес, жарай ма? Саған көрпеше жастық береміз. Жарайды. Маған бәрібір ғой, удобно болса болды. Аға, ендеше мен кеттім. Сен өзің не істесең де өзің біл, жарай ма? Жарайды. Тоқташ, қазір әкең шай ішіп болған соң сояқты жинай сал, жарай ма? Жарайды, айтқаныңызды орындаймын. Ендеше мен кеттім. Айсезім, не болып қалды? Неге жылап жатырсың? Сіз неге асыранды қыз әкелдіңіз? Енді ол менің орнымды басып алады ғой. Сіз ондай емес едіңіз ғой. Енді мені не себептен, не үшін әкелгенімді білмейсің ғой. Нақты біліп алсаңшы. Жарайды, енді не себептен алып келдіңіз? Енді біз үйге қызметші алуымыз керек. Бағасы удай екен қымбат. Біз новый үйге көшуіміз керек. Сол үшін ақша жинап жатырық. Қызметшіге, яғни ақша жетпейді. Сол үшін сол қызды алдық. Не? Шын ба? Әрине шын. Жылама. Сенің орныңды ешкім тартып алмайды. Анашым, бәсе, сіз бұндай емес едіңіз? Жарайды, ендеше өзің тикток түсіре бер, жарай ма? Жарайды. Мен кеттім. Вау, мына бөлме өте әдемі ғой. Мынау кімнің бөлмесі? Сен менің бөлмемде не істеп жүрсің? Мен тикток түсіріп жатырмын ғой. Неге маған кедергі жасап жатырсың? Шық менің бөлмемнен, кірмесем вообще-то.
Жеттім, кет барары. Мен не істеп қойдым сізге? Әпке, сіз менің әпкемсіз, бауырымсыз. Енді рұқсатсыз кірсем, кешіріңіз. Мені әпке деуші болма, мен сенің бауырың емеспін, ұқтың ба? Сен вообще-то жетімсің, ұқтың ба? Барда маған коктейль әкеп бер. Жарайды, қазір әкеп беремін. Құрбым звондап жатыр ғой, алайын. Не дейді екен? Сәлем, қалайсың? Жақсы, шүкір, өзің қалайсың? Жақсы. Я, не болды? Менше әлі қызметші алмадым, сен ше алдың ба? Я, алдым. Қалай алдың, фокусыңды айтшы? Ой, асыранды қыз алып алдық қой. Сол енді бізге қызметші болады. Ол көнді ме? Жоқ, көнген жоқ қой, ал бірақ сол асыранды қызды, яғни өзіміздің қызымыз қылмаймыз, әшейін қызметші қыламыз. Сендер оған бөлме жасап беруің керексіңдер ғой. Ой, балконға жатады. Қалай, ол көнді ма? Иә, әшейін-ақ көндірдім ғой. Мә, идеяң күшті екен, маған айтпайсың ба ертерек? Сен де қайталап көр. Жарайды, қайталаймын. Пока, рахмет саған. Оқасы жоқ, звондап тұрсай? Я, звондап тұрамын ғой. Бір өсек болып жатса айтарсың. Я, айтамын ғой. Ертең үйіңе барайын ба? Жоқ, ертең қонақтар келеді. Жарайды, онда кейін барармын. Ой, бұл да қатыратшы. Міне әпке, коктейліңізді әкелдім. Неки? Мені әпке деуші болмашы, не әпке дей бересің? Мен сенің шын әпкең емеспін, ұқтың ба? Мен сенің өтірік әпкеммін, өйткені сен менің туған бауырым емессің, ұқтың ба? Не болып қалды, мен сізге не істеп қойдым? Менің бөлмеме кіруші болма. Вообще-то сен сөйлемей қойшы маған, жиіркеніп кетем, жетім. Ары кетші, жақындамашы, мүмкін басында бит бар шығар. Мен сізге не істеп қойдым, мамаға айтып берем қазір. Аха, бар, айт. Вообще-то ол сені жақтайтындай айтпа. Мама, маған ше, сезім тиісіп берді. Мен әпке демей деді, тағы бір нәрселер айтты. Маған өтірік бауыр керек емес деді, оған айтыңызшы. Сен сол үшін жылап келіп тұрсың ба? Менің миымды қатыр ба? Сізге не болды? Өзгеріп кеттіңіз ғой бірден. Маған вообще сөйлемей, ұқтың ба? Кет ары, ол менің қызым. Ол дұрыс айтыпты. Ұқтың ба? Барда тірліктеріңді істе. Неге сіз өзгеріп кеттіңіз бірден? Аузыңды жап та барда өз жұмысымен жүр, ұқтың ба? Бұны әкеңе айтатын болсан, басыңды жарам, ұқтың ба? Бар тез. Жындыма менің миымды қатырып, жоғал бар, көзіңді құрт. Жарайды, мен сізден бұндай күтпедім. Не дейсің? Қайталашы тағы да. Жоқ, еш нәрсе, кешіріңіз. Қарасайш, үндемеген сайын басымызға шығып кететін болыпты ғой.